Жаратылыстың басталуы 32-ші тарау. Жақып жолға шыққанда, оған Құдайдың періштелері кездесті. Жақып оларды көріп, «Мынау Құдай тұратын мекен екен», деп, сол жерді Маханайым, қос мекен деп атады. Жақып Едом еліндегі Сейір жерінде тұратын ағасы Исауға өзінен бұрын хабаршыларын жіберіп, оларға былай деп тапсырды: «Қожайыным Исауға былай деңдер: сіздің құлыңыз Жақып сізге сәлем жолдайды. Осы уақытқа дейін мен жат жерлік болып, нағашы ағамыз Лабанның қасында тұрып келдім. Сол жерде ірілі-ұсақты малдар, есектер және құл қызметшілер иемденіп алдым. Енді міне, мен қожайыныма маған мейірім көрсетсеңіз екен деген үмітпен осы хабарымды жіберіп отырмын». Шабармандары қайта оралып, «Ағаңыз Исауға бардық, ол сізге қарсы келе жатыр. Қасына ерткен 400 жігіті бар» деген хабар әкелді. Жақып қатты қорқып, үрейі ұшып кетті. Сондықтан ол өзімен бірге жүрген адамдарын, ірілі-ұсақты малдары мен түйелерін екі көшке бөліп, егер Исау көштердің біреуіне жолығып, басып алып жатса, екіншісі қашып құтылалар деп амалдады. Содан кейін Жақып мінәжат етіп былай деді: «Уа, атам Ыбырайым мен әкем Ысқақтың сыйынатын Құдайы, о жаратқан ие, сен маған, туған еліңе, туыстарыңа қайта орал. Мен саған жақсылық істеймін деген едің ғой. Өзіңнің мендей пендеңе көрсеткен тұрақты рақымың мен адалдығыңның бәріне де еш лайықты емеспін. Мен Йордан өзенінен бір таяққа ғана сүйеніп өткен болсам, енді өзімдегі барды екі көшке бөле алатын болып отырмын. Мені ағам Исаудың қолынан сақтай көрші. Ол келіп өзімді, әйелдерім мен балаларымды өлтіріп кетеме деп қорқамын. Ал сен маған, саған көп жақсылық істеп, ұрпағыңды сансыз көбейтемін. Олар санаса сан жетпейтін теңіз жағалауындағы құм түйіршіктеріндей көп болады деп сөз бергенсің». Бұл түні Жақып сол жерде қалып, өзінің тапқан мал-мүлкінен ағасы Исауға сыйға тарту үшін 200 ешкі мен 20 текені, 200 саулық пен 20 қошқарды, 30 боталы інгенді, 40 сиыр мен 10 бұқаны, 20 ұрғашы және 10 еркек-есекті бөлек таңдап алды. Жақып әр қызметшісінің қолына жеке-жеке табын тапсырып, «Менің алдыма түсіп жүре беріңдер, ал табындардың араларында едәуір қашықтық болсын» деп бұйырды. Бірінші болып бастап жүретін қызметшіге ол: «Егер сені ағам Исау көріп, сен кімдікісің, қайда барасың, айдап келе жатқан малың кімдікі?» деп сұраса, «Сен, бұлар құлыңыз Жақыптікі, бұл оның қожайыны Исауға арнаған сыйлығы, өзі артта келе жатыр» деген жауап бер деп тапсырды. Жақып осы талапты екінші, үшінші болып кетіп бара жатқан адамдарға, әр табынның соңында келе жатқан адамдардың бәріне де қойып, былай деді: «Исауға кезіккенде сендер дәл осылай айтыңдар. Сендер тағы да оған, құлыңыз Жақып артта келе жатыр деңдер. Себебі Жақып осы сыйлықтар арқылы оның ашуын басайын. Содан соң ғана өзім көзіне көрінейін. Мүмкін ол мені жылы жүзбен қарсы алатын шығар» деп ойлады. Осылайша сыйлыққа арналған отар табындар Жақыптан бұрын кетті, ал өзі көш тұрақтаған жерде түнеп қалды. Сол түні Жақып орнынан тұрып, 2 әйелін, 2 күңін және 11 ұлын ертіп алып, Ябок өзеніндегі өткелге апарды. Оларды судан өткізіп алған соң, барлық мал мүлкін де арғы жаққа өткізіп, өзі бергі жақта жалғыз қалды. Сонда Жақыпқа бір кісі тап беріп, таң атқанша онымен күресті. Ол Жақыпты жеңе алмайтынына көзі жеткенде, оның жамбасына қолын тигізді. Осылайша сол кісімен күрескенде, Жақыптың жамбас ұршығы ойығынан шығып кетті. Әлгі кісі: «Мені қоя бер, таң атып қалды» деді. Ал Жақып: «Маған батаңды бермейінше сені жібермеймін» деп жауап берді. Сонда ана кісі Жақыптан: «Есімің кім?» деп сұрады. Ол: «Жақып, яғни алдамшы» деді. Әлгі: «Сен енді қайтып Жақып деп аталмайсың.
бұдан былай Исраиль деп аталатын боласың. Себебі Құдаймен күресіп, оның жарылқауын ұтып алдың деді. Жақып, өз есіміңді айта көр, деп өтінді. Ол, неге есімімді сұрайсың, деп жауап қайтарып, содан кейін Жақыпқа батасын берді. Жақып осы жерді Пенуэл, Құдайдың бет жүзі деп атап, мен Құдаймен бетпе-бет кездестім. Сонда да жаным аман қалды деді. Жақып Пенуэлдің қасынан өтіп бара жатқанда, оның үстіңгі жағынан таң атып, күн шықты. Ал ол жамбасынан ақсап жүрді. Исраильдің үрім бұтағы осыны ескеріп, күні бүгінге дейін жамбастағы сіңіретті жемейді. Себебі әлгі кісі Жақыпты жамбас сүйегіндегі сіңірінен ұрған болатын.